Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге «Змей 2» фильмінің қысқаша баяндамасын айтып беретін боламын. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ғалымдар генетикалық зерттеулер жүргізеді, бірақ нәтижесінде жойқын алып жыландар пайда болды. Фильмнің оқиғасы 2019 жылы Нигерия жағалауында басталады. Туристер қайықпен серуендеп демалып жүр, бірақ Джайван суды бақылап тұр. Кенеттен әкесі Чангонг жақындап келіп, теңіз құбыжықтары туралы әңгімелеп оны шошытады. Алайда Джайван әкесінің бала сияқты әрекет етіп тұрғанын айтып, тітіркене жауап қатады. Содан кейін Чангонг оған бір қорапты ұсынып, туған күнімен құттықтайды. Ішінде қолдан жасалған рация бар, бірақ Джайван бұл сыйлыққа аса қуана қоймайды. Әкесі дәл сондай тағы бір рацияны шығарып, олар осы арқылы байланыса алатынын қуана түсіндіреді. Өз толқынысына беріліп кеткені сонша, қызының көңілсіз екенін байқамайды. Джайван үнсіз кетіп қалады. Туристер кенеттен ду қол шапалақтап, су бетінен секірген дельфиндерді тамашалайды. Бәрі шаттанады, алайда олар дельфиндердің су астындағы алып теңіз құбыжығынан қашып бара жатқаннан бейхабар еді. Осы уақытта Джайван тағы да судың жанына жақындайды. Ол оқып отырған кітапта егер жаңа туған тіршілік иесі анасын көрмесе, ол ең алғаш көрген затын анасындай қабылдайды деп жазылған. Сол сәтте кеме қатты шайқалып кетеді. Капитанның көмекшісі жолаушыларды тыныштандырып, бұл жай ғана балықтар тобы екенін айтады. Бірақ көп ұзамай кеме аударыла бастайды. Нәтижесінде барлық туристер, оның ішінде Чангонг пен Джайван да суға құлайды. Біраз уақыт өткен соң, Чангонг есін жиып жағада оянады. Ол айналасында үрейлі туристердің бір-біріне көмектесіп жатқанын көреді. Бірден Джайванды іздей бастайды. Бірақ ол еш жерде көрінбейді. Кенеттен рация арқылы қызының дауысы естіледі. Осы сәтте туристер жағажайдың арғы бетінде де аман қалғандар бар екенін байқайды. Олар белгі беруге тырысады, ал Чангонг қызының дәл сол жақта тұрғанын көріп, оның рациямен сөйлесіп жатқанын аңғарады. Чангонг дереу оған қарай жүгірмек болады, бірақ бейтаныс біреу қарсы беттегі жартастардың қозғалып жатқанын байқап қалады. Дәл сол сәтте қорқынышты құбыжық топтың үстінен көтерілді. Арғы жақтағы адамдар аман қалғандарды қауіптіліктен сақтандыруға тырысты, бірақ кешеді алып жылан топқа лап қойып, адамдарды ауаға лақтырып, тірідей жұта бастайды. Чангонг бәрібір қызына қарай жүгіреді, бірақ бейтаныс біреу оны тоқтатпақ болады. Осы кезде Джайван әкесіне қараған күйі тұрып қалады. Кенет Чангонгтың көз алдында оны алып жылан, бірақ жұтады да джунглиге сіңіп кетеді. Шошынған адамдар бір-біріне көмектесу үшін топтасады. Чангонгтың жаны түршігіп, үмітсіздікке беріле жаздайды. Бірақ кенеттен рациядан сигнал келеді. Бір секунд ойланбастан ол дереу джунглиге кіріп, қызын іздеуге шешім қабылдайды. Қарт кісі оның жалғыз өзі мұны істей алмайтынын айтады. Сол кезде Фан есімді жігіте Чангонгқа қосылады, өйткені оның сүйіктісі Цян да қауіпті. Оларға балтасы бар Хуза және тағы бірнеше ерікті қосылады. Топ джунглиге қарай аттанады, ал жағалауда қалғандар олардың тірі қалмайтынын айтып ескерту жасайды. Жағадағылар 911-ге хабарласуға тырысады, бірақ бұл аралда байланыс жоқ екені белгілі болады. Оларды үрей билеп, енді не істерін білмей дал болады. Кенеттен көпшіліктің арасынан әлдебір нәрсе қарт кісіні жұлып әкетеді. Адамдар бірден жан-жаққа қаша жөнеледі, бірақ бір адам тым кеш қимылдап, алып қорқынышты шұбалшаң оны тоғайға қарай сүйреп әкетеді. Бұл уақытта алып жылан өз ұясына қайта оралып, жұтқан адамдарын қайта шығарады. Таңғаларлық жайт, олардың кейбірі әлі тірі еді. Вице-капитан есін жиып, өлі денелер үйіндісінің арасында оянады. Ол қорқынышты ұядан қашып кеткісі келеді, бірақ шығатын жердің тым биік екенін түсінеді. Сол сәтте адамдардың арасынан тіршілік белгілері байқала бастайды. Вице-капитан дереу аман қалғандарды шығарып, көмектесе бастайды. Бақытына орай, тірі қалғандар арасында Джайван мен Цян да бар. Сондай-ақ олардың қасынан аяғы жарақаттанған, өздігінен қозғала алмайтын бір әйел табылады. Құбыжықтың апанынан қалай қашудың жолын іздеп жүріп, вице-капитан алып жылан жұмыртқаларын байқайды. Ол оларды ұстап көрмек болады, бірақ Джайван оны тоқтатып, қазір инкубация кезеңі. Кез келген сәтте жыландар жарып шыға алады, деп ескертеді. Аман қалғандар егер тез арада бұл жерден кетпесе, алып жыртқыштардың жеміне айналатындарын түсінеді. Кенет орта жастағы бизнесмен Джо бір тасты алып, жұмыртқалардың бірін шағып өлтіруге тырысады. Сол сәтте жер сәл дірілдеп кетеді, ал Джо шошып шегінеді. Жұмыртқаның ішінен құбыжықтың баласы Баю басын шығарады. Адамдар қорқып, тасты паналауға жүгіре жөнеледі. Алайда құбыжық аман қалғандарды сезіп, олардың артынан жылжи бастайды. Кенеттен ұяның ортасында жатқан, қозғала алмайтын әйел көмекке шақырады. Жылан бірден бұрылып, оған қарай сырғи жөнеледі. Сосын көп ұзамай тірі қалғандар жаңа туған құбыжықты жеңіп шығады. Алайда ер адамдардың жүйкесі сыр бере бастайды. Олар бір-бірін айыптап ұрсады. Цян араша түсіп, жетер, біз бұл жерден аман шығамы, деп олардың жанжалдасуын тоқтатуға тырысады. Бұл уақытта құбыжық аулаушылар тобы джунглидің бір бөлігінде аялдап, тынығып жатыр. Олар алып жыланның ізін әлі таба алмай келеді, ал аралда байланыс болмағандықтан құтқарушылардың келуіне деген үміт те сөне бастайды. Келесі қадамдарын ойластырып отырған сәтте,
Хуза ерекше ағаштың қалың бұтақтарынан қара түсті сұйықтықтың тамшылап жатқанын байқайды. Сол кезде қарт Лу темекі тұтатпақ болады, бірақ кенеттен қара сұйықтық лап етіп жанады. Хуза дереу өртті сөндіреді, бірақ Чангонг басының айналғанын сезеді. Ол кенеттен әйелінің дауысын естиді. Сен менің рұқсатымсыз қызымызды неге алып кеттің? Аң-таң болған күйі айналасына қарағанда, серіктерінің жымиып тұрған жүздерін көреді. Олар оған қарсы астыртын жоспар құрып жатқанда. Содан кейін Джайванның дауысы шығады. Әке, сен неге мені құтқармады? Қорқыныш пен кінәға шырмалған Чангонг кенет өз көзінің алдында алып жыланды көреді. Жылан оған ұмтылып, қылқындыра бастайды. Бірақ бұл жай ғана галлюцинация болып шығады. Хуза үстіне шелекпен су құяды. Сол кезде Чангонг есін жиып, не болғанын түсінбей қалады. Сол сәтте ол өзге аңшылардың да есінен танып, сол ерекше ағаштың тірі лианаларына шырмалып, дінге қарай сүйретіліп бара жатқанын байқайды. Хуза мен Чангонг серіктерін оятып, балта мен тірі шырмауықтарды шабуға кіріседі. Олар бәрін құтқарады. Бірақ бір адамды лианалар босатпай, оны мықтап орап, ағаштың түбіне байлап тастайды. Аңшылар берілмейді. Олар құбыжықты кез келген жолмен тауып, жоюға бел буға. Хуза Чангонгқа найза дайындайды, ал Чангонг рация арқылы байланыс ұстауға тырысады. Осы кезде Фан өзенге су алуға кетеді. Кенеттен джунгли қалың тұманға оранады. Фан су алуға еңкейе бергенде, үлкен жануардың шіріген қаңқасын байқайды. Кенеттен тұманның арасынан белгісіз ұшатын тіршілік иесі шыға келеді. Ол Фанның бетіне жақын ұшып өтеді. Ал жігіт оның үрей тудыратын алып тістері бар пиранья екенін аңғарады. Құбыжық кенет Фанға тап беріп, бетіне жабыспақ болады. Фан оны әлдеқалай алыстатады. Бірақ тұманнан жүздеген, дәл сондай пираньялар шығып, оны қуып кетеді. Зәресі ұшқан жігіт достарына қарай жүгіріп, ұшатын жыртқыштар туралы ескертеді. Хуза балтасымен соққылай бастайды. Бірақ балық тым көп еді, ал ер адамдар тістелуден қашып құтыла алмайды. Бір кезде Хуза олардың тек тұманнан басқан жерде ұшпайтынын байқайды да, ашық жерге қашыңда, деп айқайлайды. Олар тұмансыз аймаққа жүгіріп шыққанда, жыртқыштар кенеттен жерге құлап, жансыз күйде шашылып қалады. Алайда тынығатын уақыт жоқ. Хуза жерде алып іздерді байқайды. Бұл құбыжықтың қалдырған із. Ол алаңдай қарап тұрғанда, Фан иығына бірдеңенің жабысқақ шырыны тамшылап жатқанын сезеді. Ол баяу жоғары қарап, ағаштың бұтағында алып сылақтың тұрғанын көреді. Джин есімді жігіт қорқынышын басып, оған тас лақтырып, мен сенен қорықпаймын, деп айқайлайды. Бірақ кенеттен алып шұбалшаң шыға келіп, сылақты ұстап алып, оны джунглидің тереңіне сүйреп әкетеді. Топ ағаштардың арасында әлдеқайда қорқынышты нәрсе жасырынып тұрғанын түсінеді де, шабуылға дайындалады. Көп ұзамай шұбалшаң қайта оралады. Бірақ ер адамдар одан жалтарып үлгереді. Ол тағы да ағаштардың арасына сіңіп кетеді. Бірақ бір сәттен кейін алып бақаға ұқсайтын құбыжық аспанға секіріп, құлақты тұндырарлық ақырып, ер адамдардың тура алдына түседі. Бәрі сілейіп қалады. Бірнеше секундтан кейін ғана өз-өзіне келген топ қаша жөнеледі. Бірақ бақаның ұзын, шұбалшаң тілі Лу есімді ер адамды ұстап алады. Лу ағашқа жабысып, өзін тартпақ болады, ал басқалары оған көмектесуге тырысады. Бірақ олар жеткілікті күшті емес еді. Сол кезде Джин құбыжықтың тілін кесіп тастамақ болады. Бірақ бақа улы сұйықтық бүркіп, оның бетін күйдіріп жібереді. Абырой болғанда Хуза көмекке келіп, қолдан жасалған найзаны құбыжықтың көзіне дәл тигізеді. Ауырсынған құбыжық Луды босатып жібереді. Топ тағы да тұра қашады. Бірақ алып бақа тағы да ағаштардың үстінен секіріп, дәл олардың үстіне түспек болады. Сол кезде күтпеген жағдай орын алып, одан да үлкен құбыжық пайда болады. Бұл сол жыла. Ол ауада бақаны қағып алып, бірақ жұтады. Аң-таң болған ер адамдар осы ғажайып көріністі үнсіз бақылайды. Бірақ көп ұзамай жылан оларға қарай бұрылады. Хуза барынша қатты жүгіріңдер деп айғайлайды, алайда жарақат алған Джин мен Лу жыланнан қашып үлгере алмайды. Олар қалың бұталардың арасына жасырынып үлгереді. Жылан өте үлкен болғандықтан, ол бұл жерге ене алмайды. Сол кезде Фан оның назарын басқа жаққа аударуға бел буады. Ол жыланды өзіне қарай тартып алыстатады және жасырынып, одан құтылып кетеді. Басқалар ағаштардың артына тығылып, жорғалап өтіп бара жатқан алып жыртқыштың оларды байқамауын тілейді. Алайда Джин қорыққаннан өз-өзін ұстай алмайды. Жылан дереу оның иісін сезіп, оған бет алады. Жігіт көз жасына ерік беріп, мені жемеші, менің сүйіктілерім бар, оларсыз қалай өмір сүремін, деп жалбарынады. Әрине, жыртқыш оның сөзіне құлақ аспайды. Келесі сәтте Джинді толығымен жұтып жібереді. Лу досына көмектеспек болады, бірақ басқалар оның енді құтқаруға келмейтінін айтып, қашуға мәжбүрлейді. Жылан оларды қуып жетеді, бірақ кенет кішкентай тоғанға кезігеді. Жігіттер суға секіріп, бірден салқындап, жыртқыш үшін көрінбейтін болып қалады. Жылан оларды жоғалтып, басқа жаққа бет алады. Топ алғаш рет тыныс алып, өз-өзіне келеді. Бұл уақытта аман қалғандар жасырынған жерде. Кенеттен жер қатты дірілдеп, олар алып жыланның ұясын тапқанын түсінеді. Олар тыныш жатуға тырысады. Жыртқыштың назарын аудармау үшін қимылсыз қалады. Жылан ұясына жетіп, жаңа ғана жұтқан Джиннің денесін қайтадан құсып тастайды. Сол кезде оның көзі жұмыртқаларының біріне түседі. Ол өз баласының өліп қалғанын көреді. Джо дүрбелеңге түсіп,
шығатын жол іздей бастайды. Ол басқаларға өзін жоғары көтеруді ұсынып, мен сендерді кейін шығарып аламын деп уәде береді. Бірақ олардың бәрі оның тек өзін құтқармақшы екенін сезеді. Кенет жұмыртқалардың бірінен әлсіз дыбыс шығады. Жұмыртқа жарыла бастайды. Барлығы шошып қаша жөнеледі. Алайда Джайван тұрып қалады. Ол кенеттен бір нәрсені есіне түсіреді. Жыландар бірінші көрген тіршілік иесін аналары деп қабылдайды. Ол тыныш қана жаңа туған жыланға қолын созады. Жас жылан оған шабуыл жасамайды. Джайван күлімсіреп қолын созып, джиннің қолынан ұстайды. Осылайша оның да қауіпсіз екенін көрсетеді. Бұл уақытта ер адамдар құтылудың амалын іздеп, жүзім сабақтарына жабысады. Бірақ олардың бірде-бірі жоғары шыға алмайды. Олардың қимылын байқаған үлкен жылан ер адамдардың бірін буындырып өлтіреді. Сол сәтте Джо жүзім сабағына жабысып, жоғары өрмелеп кетеді. Вице-капитан оған, бізге ұзын арқан түсірші, деп жалбарынады, бірақ Джо ешкімге көмектеспейді. Олар көмектің келмейтінін түсінеді. Джайван әкесінің сыйлаған радиосына көңілі түсіп қарайды. Ол жанға, әкем кейде кішкентай бала сияқты, кейде тіпті оған мен қамқорлық жасауым керек сияқты. Бірақ Жан күрсініп, мен сенің орныңда болғым келер еді. Менің әкем тек бизнесті ғана ойлайды. Олардың әңгімесін кенет жұмыртқаның шытнаған дыбысы бөліп жібереді. Осы жолы бірнеше жылан жұмыртқадан жарып шығып, еркіндікке ұмтылады. Бұл уақытта орманда аңшылар тікенекті сымға тап болады. Олар ізімен жүріп, ескі, қараусыз қалған үйді табады. Ішке кірген бойда, бұл жердің бұрын жасырын зертхана болғанын түсінеді. Жігіттер шаң басқан құжаттарды ақтарып, биологиялық эксперименттер туралы мәліметтерді оқиды. Осы аралды мекендейтін барлық құбыжықтар адамдардың қолымен жасалған екен. Бір күні зертханада бірдеңе дұрыс болмай, барлық тәжірибелік үлгілер бостандыққа шыққан. Сол кезде Хуза байланыс құрылғысын тауып, жөндеуге кіріседі. Ол Морзе әліппесі арқылы сигнал жіберсе, құтқарушылар оларды тауып алады деп сенеді. Кенет үйдің жанынан жылан өтіп барады. Шангон оның миясы дәл осы маңда болуы мүмкін деп топшылайды. Сол сәтте үйге кенеттен Джо кіріп келеді. Аңшылар бірден оған, Джайван мен Чан қайда, деп сұрақ қояды. Алайда Джо өтірік айтып, менен басқа ешкім тірі қалған жоқ деп сендірмек болады. Бұл сөздерді естіген Шангон пен Фан қатты күйзеліске түседі. Шангонға үміт оты оянады. Түнде Хуза Шангонға өзінің де 5 жыл бұрын өрттен әйелі мен қызын құтқара алмағанын айтып, оның қайғысын түсінетінін жеткізеді. Бірақ ол өзін кінәлауға болмайтынын, әрі қарай жылжу керек екенін айтады. Таң ата, ер адамдар тікұшақтың дауысын естиді. Олар құтқарушылар келді деп ойлап, сыртқа жүгіріп шығып, көмекке белгі береді. Сол кезде Чангонның рациясы әлсіз сигналды қабылдайды, оның қызы тір. Ол бұл жаңалықты басқаларға жеткізеді. Бірақ Джо бәрібір өтірігін жалғастырып, мен өз көзіммен олардың өлі денелерін көрді, деп тұрып алады. Басқалары Чангонды жай ғана қайғыдан есін жоғалтып жатыр деп ойлайды. Бірақ рациядан тағы да сигнал келеді. Бұл жолы Джайван мен Шанның тірі дауыстары анық естіледі. Осылайша барлығы Джоның өтірікші екенін түсінеді. Ашуға булыққан ер адамдар оған тап бермек болғанда, Джо тұра қашады. Шангон түсінеді. Қызым дәл осы маңда, өйткені рация сигналы 2 шақырым радиуста ғана ұстайды. Осылайша топ аумақты мұқият зерттеп шығу үшін бірнеше бағытқа бөлініп кетеді. Ал Джо ашық алаңқайға жүгіріп шығып, тікұшақты көреді. Ол бар күшімен айқайлап, қолын бұлғап, өзін құтқаруды өтінеді. Ұшқыштар оны байқап, төмен түсе бастайды. Бірақ дәл осы сәтте Джо артына қарайды, артынан Лу қуып жетіп келеді. Лу Джоға тап беріп, оны тоқтатпақ болады. Бірақ Джо кәрі аңшыны бір соққымен жерге құлатады. Осы кезде Чангон әлі де қызы Джайванмен байланысты. Джайван оған, біз жер асты үңгірінде отырмыз, деп айтады. Шан да сөзге қосылып, жақын жерде су бар сияқты. Біз су ағысының дыбысын естіп тұрмыз, дейді. Кенеттен жаңа туған аш жыландар қыздарға қарай ұмтылады. Бірақ Джайванды анасындай көрген үлкен жылан оларды тоқтатып қалады. Осы мүмкіндікті пайдаланып, Джайван мен Чан жасырынуға тырысады. Дәл сол сәтте Чангон үңгірге жетіп, даусымен қыздарды бағыттайды. Ол сабаннан жасалған ұзын арқанды төмен түсіреді. Қыздар оны белдеріне байлайды, ал Чангон оларды беткейге қарай тарта бастайды. Алайда астынан жыландар қайтадан жақындайды. Тартып жатқан сәтте Чангон бір нәрсенің қозғалғанын сезеді. Жылан ұясының басшысы дәл оның жанында тұр. Жыртқыш шабуылдауға дайындалғанда, кенеттен Хуза қолына балта алып, жыланға тап береді. Жылан азаппен ысылдайды, ал Чангон қыздарды жоғары қарай көтере береді. Бірақ құбыжық есін тез жинайды. Осы сәтте Фан көмекке келіп, жыланның екінші көзіне найза лақтырады. Хуза мен Фан жыланды ағаштан ілулі тұрған ауыр каканның астына айдап апарады. Сәтті айла мен ауыр какан құбыжықтың үстіне құлап, оны есінен тандырады. Жыланның ауыр салмағынан жер сілкініп, Чангон тепе-теңдігін жоғалтады. Ол арқанды жіберіп алуға шақ қалады. Қыздар дәл жыртқыштар үстінде ілініп тұр. Сол кезде вице-капитан Джайванның аяғынан ұстап, құтқаруға тырысады. Қыздар оған сенде құтқарылуың керек, деп жалбарынады. Бірақ ер адам өз өмірін құрбан етіп, қыздарды жоғары итеріп жібереді. Шангон мен Джайван ақыры қайта қауышады. Ал Фан мен Шан да бір-бірін табады. Бірақ бірнеше минуттан кейін жылан
қайтадан қозғала бастайды. Хуза мен басқалар қайтадан қашуға мәжбүр болады. Бұл кезде Джо қауіптен қашып келе жатып, кенеттен бір нәрсеге сүрініп кетеді. Бұл Лудың өлі денесі еді. Сол сәтте Джо тайып кетіп, тікелей жылан ұясына құлайды. Аш жыртқыштар оны бірден қоршап алады. Хуза соңғы амал ретінде жыланды қайтадан алаңдатуға шешім қабылдайды. Оған Фан қосылып, екеуі жыртқышқа балта мен найзамен шабуыл жасайды. Бірақ жылан құйрығымен қатты сермеп, екеуін де соғып жібереді. Олар орманның ішіне қарай жүгіре жөнеледі. Бір кезде Хуза жан-жағына қарап таңғалады. Біз әлгі тұтанғыш сұйықтығы бар ағаштардың жанына қайтып келіппіз. Жылан Фанға тап беріп, оны жұтуға дайындалады. Бірақ Хуза оның назарын басқа жаққа аударып жібереді. Құбыжық басқа жаққа жылжиды, ал Хуза қолындағы шамды жанғыш сұйықтыққа малып, Фан екеуі оны қуа жөнеледі. Осы кезде Чангонг жігіттерге көмектесу үшін қайта оралуды шешеді. Ол Джайван мен Ченге ашық алаңға қашуды бұйырады да өзі джунглиге бет алады. Бірақ кенеттен Хуза мен Фан сол жақтан жүгіріп шығып, бәріне қашу керектігін айтады. Чангонг артына бұрылып қараса, Құбыжық тағы да оның қызына шабуыл жасап жатыр. Шошып кеткен Чангонг жалғыз найза мен жыланға қарсы жүгіреді, бірақ оны жеңе алмайды. Жыртқыш оны қоршап алып, қағарланып ысылдай бастайды. Сол сәтте Хуза алауды тұтатып, жыланның назарын өзіне аударады. Ол жанғыш сұйықтық төгілген ағаштарға қарай жүгіреді, ал жылан оның соңынан ереді. Содан кейін Хуза жалын жанып тұрған алауды сұйықтыққа лақтырып жібереді. От бірден тұтанып, Құбыжықты шарпып алады. Ауру азабын шеккен жылан қашып құтылмақ болады. Бірақ ашық алаңға жеткенде өртеніп құлап түседі. Команда жыланның аузын ашып, Джайванның денесін шығарып алады. Чангонг оны құтқаруға тырысады, бірақ еш нәтиже шықпайды. Уақыт өтіп, Джайван тірі қалмайтын сияқты көрінеді. Алайда кенеттен қыз есін жияды. Сіз осындай қорқынышты құбыжықтар мекендеген аралда қалай аман қалар едіңіз? Өз ойларыңызды пікірге жазың. Келесі видеоларда кездескенше.